Өзімді көп жазғырамын, өйткені көп жағдайларда біз өзіміздің кінәмізді білмей елді кінәлап жатамыз. Сондықтан әр нәрсені өзінен бастау керек деген бір қағида бар. Сондықтан өзімді көп жазалаймын. Ақша. 2008-де Олимпиада ойындарына ұтылып қалған кезде. Олимпиадада жыладым, ұтқан кезде, әке-шешем қайтқан кезде жыладым. Әрине бар. Ол келіншегім шығар. Олимпиада чемпион болсын шыдау керек деп айтамын мен. Ағайын туысқандарға қаншалықты жақсы көретінімді айтамын. Нанға. Еш ойламай нанға. Аллаға шүкір. Қоғаммен бірге болатын едім, ақтамайтын едім. Имансыздық. Әрине болды. Олимпиада чемпионы болғаннан кейін бәрі өзгерді. Сондықтан ол мен өмірімді басқаға бағыт қарай бұрды. Балам ауырған кезде. 50 жылдан кейін халық есіне алады деп ойламаймын. Ашуымды спортзалға барып, қаптан аламын. Анам қатысқаным. Үйге кіріп кеткен кезде күтіп алатын ана жоқ. Күтіп алып шай беретін ана жоқ. Сені іздейтін ана жоқ. Барында, жоғында сағынатын ана жоқ. Айтпаймын. Екеуі де болды. Досым дұшпан болды, дұшпандарым дос болған кездер болды. Соған байланысты әрқашан шешім шығарып, дұрыс бағыт таңдауға әрекет жасаймын қазір. 2008-де ұтылған Пекин Олимпиада ойындары әлі жазылған жоқ, әлі іште ашынып тұрған бір дүние бар. Әлі бір кейбір есіме түссе күйініп, шаршалаңға қайтып шығып кетіп, қайтып дәлелдегім келеді. Бірақ оны мойындайсың, уақыт өтіп кеткен. Күнделікті сабақ, күнделікті тәрбие, бітпейтін тәрбие. Өйткені күнге жүрген сайын жаңа нәрсе білесің. Жаңа нәрсе біле отырып, таяқ жей отырып, содан шешім шығарып, өз-өзіңді күшейте бересің.